Нам хочется говорить о плохом. Это интереснее, это вовлекающе. Даже просто біреу тұрып, блин, ана кісі мынандай болып қалыпты деп бір негатив айтпасаң, сразу бәрі ұйып тыңдайды. Ал жақсы бірде қараш, ауа райы күшті десе, оған особо қатты мән бермейміз ғой. Байқайсыздар ма оны? Повседневный өмірде қарашна, ауа райы қандай күшті десе, оған ешкім, я, вау, қараш деп айтпайды. Ма, Руслан Берденовті ат кетті десе, серьезно ма, кім ат кетті деп анан кәдімгідей барып шешетін сияқты араласыз оған ше. Хватает в жизни негатива. Почему? Потому что мы это распространяем. Жаман ситуациялар көп. Әңгіме жоқ. Қиын моменттер өте көп өмірде. Неше түрлі негативный адамдар бар, өте көп. Но это не должно стать причиной также жить и это распространять. Үйрену керек үнемі жақсы нәрселерді айтып көріп.